Баршаңызға сәлем. Өте оңай, тез дайындалатын КТФ құймағы. Араб елдерінде Рамазан мейрамында көп дайындалады. Көбінесе тәтті салмамен, жаңғақтармен, алмамен, креммен дайындайды. Кез келген салмамен дайындасаңыздар болады. Алдымен ыдысқа жылы су, қант, ашытқы салып араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз реакция бергенше салмасын дайындаймыз. Табаға май құйып, пияз салып, жұмсарғанша қуырып аламыз. Тауық етін ұсақтап турап саламыз. Барлығын жақсылап қуырып пісіріп аламыз. Дәміне қарай бұрыш, тұз қосамыз. Салмамыз дайын. Қайтып құймағымызға кірісеміз. Ашытқы реакцияға түсіп, ісінді, оған енді жылы сүт қосып араластырамыз. Електен өткен ұн, қопсытқыш қосып жақсылап, түйіршіктерсіз араластырып аламыз. Қызып тұрған құрғақ табаға құйып, бір жағынан пісіреміз. Бетіне көпіршіктер пайда болып, ылғалы кеткенше күтеміз. Ылғалы кеткеннен кейін оттан алып, бір-біріне алшақтау орналастырып, суығанын күтеміз. Ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей түйеміз. Кез келген салмамен дайындасаңыздар болады. Менде екі түрлі салмадан жасадым. Біреуі тауық етінен, екіншісі сүзбеге қантты қосып салдым. Колбаса, сырмен де дайындасаңыздар болады. Сырымыз еру үшін микроволновкаға біраз минутқа салып алсаңыздар болады. Өте оңай, тез дайындалатын КТФ құймағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, комментария жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айгерім.